Барлығы айтады, мәселе ақшада емес, адамгершілік, махаббат деп. Бірақ шын мәнісінде мәселе ақшада. Сенің ақшаң жоқ болса, реально сорлысың. Өткенде эфирлерде осы тақырыпты талқылаған болатынбыз. Ақшаң жоқ болса сорлысың дейміз ба, или ақшаң жоқ болса бишарасың дейміз ба деп. Сол кезде сорлысың деген вариантты көбірек таңдады адамдар. Біреулер жаман дейді ғой деген нәрселер айтып жатыр. Негізі сөздің ашығы керек, негізі ақшаң жоқ болса ше, бала-шағаңа да, қатын бала-шағаңа да керек емес болып қаласың ғой. Туған-туысқандарың да звондамай қояды. Оларға бір қапа болудың да қажеті жоқ та, өйткені сен реально айтқан кезде ешкімге керек емессің. Егер де ақшаң болатын болса, сен бағана кім айтпақшы, Қуаныш мырза айтпақшы, сен көп сөйлейтін болсаң, ақшаң жоқ болса қақпас деп айтады, ақшаң көп болатын болса шешен деп айтады. Кезінде тоже мылжың дейтін да, сосын папам айтатын, ақшаң болса сен шешен деп айтады депші. Ақшаң көп болатын болса шешен деп айтады дейді ғой. Сол сияқты аузы қисық болса да бай болса сөйлесін дейді. Оның барлығы сол бәрі ақшаға келіп тіреліп тұр ғой. Енді осы темада өткен қозғаған болатын эфирлерде де, сөйтіп комментарияда байқап қалдым, қарап отырамын ғой, жұрттар не деп жатыр деп. Сол біреу жазып қойыпты, Құдайға шүкір охранник болып жұмыс істеймін, 100 000 теңге табам деп ше. Негізі дұрыс, нормально өмір сүруге жетеді, Құдайға шүкір. Бірақ енді ол реально айтқан кезде эгоисттің ойлау қабілеті да, сен 100 000 теңгемен өзің первый необходимый ғана қамтамасыз ете аласың да. Ары қарай бала-шағаң нормальный тамақтанып, нормальный витаминдер жеп, не ішем, не жеймін деп ойланбай, здоровый өмір сүру үшін да, нормальный жерде оқу үшін, нормальный білім алу үшін, әйеліңе бана керекті киім қажеттерін бәрін не істеу үшін, біреу енді Құдай сақтасын ауырып қалса керек дәрілерін, больницаларын қамтамасыз ететін, ата-анаңды бана шетелге курортқа жіберуге, өзің де курортқа барып келіп демалуға реально жетпейді ғой. Барлығы маған айтады бағанағыдай, неғып өйтіп қатты айтасың, сен ашулысың деп ше. Мен енді көбінесе байқаймын да, бай адамдардың бір ашулы болып жүргенін мен көп байқамаймын. Өйткені олар спокойно, өмірінде бәрі жетерлік гармонияда да. Ең көп ашулы болып жүретіндер ақшасы жоқтар. И олар постоянно біреуді кінәлап жүреді. То өкімет кінәлі, то ли ата-анасы кінәлі, то ли анау кінәлі, мынау кінәлі деп та, и өзінен кінәні ешқашан іздемейді. Оны мен талай байқағам. Өкімет маған пособие бермеді, өкімет анау маған жасамады, анау пәленші, как будто біреу соған обязан сияқты, міндет сияқты. Бірақ шын мәнісінде өмірде өзің бір жетістікке жетпесең, ешкім саған міндетті емес ол жетістікке алып келіп жеткізуді. Өзің рисковать етіп бір нәрсе істеп көру керексің, болды. Енді мен қазір түсінемін, қазір комментарияға біраз хейтерлер жаудыратқан нелерінше мен жек көріп кетуі мүмкін да, бірақ енді бұл өмірдің шындығы. Таңертеңнен кешке шейін біз енді жұмыста жүреміз, түнде келесің, басқа қыласың, енді әйел байқұс айта алмайды енді. Көбірек ақша таппаса, анаған жетпей жатыр, мынаған жетпей жатыр деп. Өткен сен итак таңертеңнен кешке дейін ишак болып жұмыс істеп жатқанын көріп, ары қарай көрсеткісі келмейді, ары қарай жек көрінішті болып кеткісі келмейді. Бірақ енді ол моментке жеткізбей, сен уже новый білімді алып, меңгеріп, уже жаңа заманға аяқ басатын кез келді. Сол кезді қазір пайдаланыңыздар. Енді бізде кішкентай кезімізден бастап басымызға рамка болып қойған ғой, көп ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек, анадан көп білу керек, мынадан көп білу керек деп ше. Мен өзім реально бір баланы, бір жігітті білемін, мен көп адамдармен араласам ғой, қырғын нәрсені біледі де, басына информацияны. Бірақ оны дұрыс қолданбайды да. Ол көп білгеннен ешқандай пайда жоқ, егер де оны дұрыс сата алмасаң да. Сондықтан да осы жаңа заманауи инструменттерді қолданыңыздар. Көп адамдар банағыдай, шын мәнісінде ондай емес қой, адамгершілікте ғой, махаббатта ғой дейді да. И мен жек көріп кетеді осы әңгімелерім үшін ше. Бірақ енді бір өтірік айтып жатқан жоқпын ғой, реально өздеріңіздің шкураларыңызда сезінгендеріңіз болды да оны ше. И сіздер мен жек көрсеңіздер де, мен сіздер толық 100% түсінем. Өйткені мен де сіздердің орындарыңызда болғам. Сол кездерде мен той түсіретін, осыдан 10 жыл, 8 жыл бұрында той түсіріп, айына 100 000, 200 000 теңге табатын. Енді әртүрлі адамдар той түсіріп, видеоға түсіресің, монтаждайсың, ол біреудің дауысы өшіп кетеді, біраз нелері бар, өзінің оқиғалары бар да, өзінің қызықтары да бар. Сол ақша жетіспеушілік қой. Не квартираңа жетпейді, не кредитіңді жабасың. Енді нормальный, комфортный өмір сүру үшін кредит алу керек, телевизор аласың, ананы аласың, мынаны аласың. Бірақ бәрібір бір нәрсеге жетпей тұрады. И сол кезде мен өзім түсіндім, мен егер де айына бір 500 000 теңге таппасам, бұл реально бұның бәрі далбаса деп ше. Өйткені есептеп көріну өзім кететін шығым ше. И андай постоянно ендігі алатын ақшаңа сеніп, уже біреуден қарыз алып қоясың да, и ендігі түскен ақшаңа сол қарызыңа барып тура беруге болады. И ары қарай өмір сүруге ақша жетпей қалады. И сол кезде мен бәрін есептеп көрдім, математикаға салдым да, бүйтіп жалғаса беретін болса, мен кәдімгідей бомж болам дедім да. Или банағыдай
туған туысқандардың қасында, солардың жетегіне амал жоқ барып көмек сұрап солардың үйінде тұру керек, барынша экономдау үшін. Енді ол кезде енді реально сорлы боласың да, қолына еш нәрсе келмейді, солардың несінде жүресің, бір арзан квартира іздейсің. И ол кезде мен түсіндім, короче, егер өмірімде мен түбегейлі өзгеріс ендірмесем, болды ары қарай сорлы боламын деп. И уже зерттей бастадым, и новый инструменттерді меңгердім. Енді бұл жерде мен сіздерге айтып жатқаным, шүкіршілік жасау керек тапқан табысыңа да, бірақ енді ол айналайын, бірақ осыған шүкір кетіп отыра бермей, бір жаңа инструменттерді үйрену керек та. Қазір енді көптеген курстар шығып жатыр ғой. Енді ол үшін мен жұмыстан шықпай-ақ қой, өзінің жұмысын жасап жүре бер, бірақ қосымша білім алды. Кешкі таман болсын, азанда болсын, бір апта уақытыңды бөліп дегенде күніне 1 сағат уақытыңды бөлу керек, бөліп жаңа білім ал. Оның ішінде интернет маркетологты оқып, мынау Шонбай онлайн жүріп жатыр, мынау бизнес бастау бар. Одан кейін мынау YouTube менеджер мамандығы бар, SMM менеджер мамандықтары бар да. Енді түсінемін, жаңа нәрсені меңгеру қиын түседі миыңызға да, бірақ өміріңізде өмір бақи сөйтіп ілініп үзіліп өмір сүрмей, бір қиналып, сол нәрсені қиналмай сатып алып, жаңа білімді қолға алып, меңгеріп, енді YouTube-та да тегін видеолар толып жатыр да, соларды меңгеріп, жаңа өмірге қадам басатын уақыт келді. Бір миллионер болып байып кетпесең де, айына хотя бір 500 мың теңге тауып отыратын болсаң, миыңда бір орын босайды. Өйткені ми ешқашан босамайды. Күнделікті проблемалармен жүрген адамда, ой, мен мынаған жауап алайын, анаған жеткізейін деп жүрген адам миында ешқашан демалыс болмайды. Сөйтіп ол жаңа білімге де андай құлшыныс болмайды, жаңа бір жетістікке де құлшыныс болмайды. И өзін тастап береді, кешкі таманына бір қалаулым сияқты немесе көңіл көтеретін бір болмайтын бір программаларды көріп отырып уақытын өткізеді, немесе байлардың өмірін қарап сонымен өткізеді. Негізі өзіңіздің историяңызды, тарихыңызды өзіңіз жазатын қазір заманда, сондықтан да қазірден бастап білімге бет бұрып, уже жаңа заманауи технологияларды, инструменттерді пайдаланатын кез келді. Мен сіздерді кемсітіп жатқаным жоқ. Мен шынымен осы қарап отырып, бүкіл адамдардың ойлау процесі неғып бұндай болып кеткен деп қарным ашады. Сондықтан да қазіргі заманауи инструменттерді қолданып, интернет маркетолог болсын, SMM-шік болсын, сайт жасау өнері болсын, сату өнерін үйреніңіздер. Жаңа технологияларды меңгеріңіздер. Және сол үлкен жетістіктер қатарында бірге көрсейік. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Келесі видео, енді мына видеодан кейін біраз адамдар отписка жасап кетуі мүмкін. Шындықты айтты, басқалды депті. Бірақ енді кім қалады, кімге ұнады, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда енді тек қана осындай реальный мәліметтер болатын болады. Жаңа видеоларды кездескенше, қош, сау болыңыздар.